Қайырлы күн, құрметті оқушылар және ұстаздар. Бүгін біз сіздермен алтын саққа олимпиадасының 5-ші сыныптардың тапсырмасын талдайтын боламыз. Олай болса, 2025-26 оқу жылы облыстық кезең. Жалпы олимпиада бұл жолы сіздерде 3 бөлімден тұрды. Бірінші бөлім дұрыс жауапты таңдау бөлімі, екінші бөлім бос орынды толтыру бөлімі. Әр бөлімге 10 тапсырмадан берілді, әрқайсысының ұпайы 4 ұпайдан. Жалпы үшінші бөлім есептеу және дәлелдеу бөлімі. Берілген бөлімде сіз есептің толық шығару жолын жазуыңыз керек болғансыздар. Олай болса, бірінші тапсырмадан бастайық. Бірінші тапсырма. Кинотеатрда 25 қатар орындар бар. Бірінші қатарда тек 8 орын орналасқан, ал қалған қатарлардың әрқайсысында 19 орыннан бар дейді. Барлығы неше орын бар дейді. Олай болатын болса, біз бірінші қатарда, бір қатарда бірінші қатарда істеді бар жоқ 8 орын бар. Келесі жалпы 25 қатарда қалғандарында, онда қалған 24 қатарда 19 орыннан бар деп, осы өрнектің мәнін есептесеңіздер жеткілікті. Енді тиім тәсілінде 19-ды ондыққа дөңгелетіп әрі есептесеңіздер болады. Яғни 24 санын 19 рет қосу үшін біз бірінші өзімізге ыңғайлы 24 санын 20 рет қосып алайық, және одан артық қалған бір 24-ті азайтып тастасақ болады. Сол кезде 19 рет 24 санның қосындысы, 19 рет 24 санын өз-өзіне қоссақ, қосынның мәні нешеге тең болатынын анықтай алады екенбіз. 24-ті 20-ға көбейтсеңіздер сіздерде 480 деген сан шығады. 480-ден 24 азайтсаңыздар 456 шығады. Яғни көбейтіннің мәні 456-ға тең. Ал енді 8-ге осы 456-ны қосатын болсаңыздар, сіздерде жалпы қосындының мәні 464-ке тең болады екен. Яғни кинотеатрда барлығы 464 орын бар. Берілген есептің дұрыс жауабы С жауап нұсқасы болады. Келесі, бірінші бөлімнің екінші тапсырмасы, тақтада сіздерде теңдіктер жазылған, осы теңдіктердің нешеуі дұрыс деген тапсырма екен. Яғни есептік түсіну үшін бірінші мына теңдіктерді анықтап қарап алсаңыздар болады. Біз әрбір теңдікке бөлек-бөлек тоқталып кетсек болады. Бірінші теңдік 12-ден 9 бөлігі сіздерде ол 0,175-ке тең деген теңдік көрсетілген. Берілген теңдік тексерушіміз 0,175 бөлшегін 100-ден 75 түрінде жазып алсаңыздар болады. Ал егер бұл бөлшекті біз қысқартатын болсақ, онда бұл бөлшек сіздерде 4-тен 3-ке тең болады. Және 12-ден 9 бөлшегіне 3-ке қысқартсаңыздар, ол да сіздерде 4-ке 3-ке тең болады. Яғни бірінші теңдік дұрыс. Келесі 5-тен 7 мен 1,4 берілген жауап нұсқасы дұрыс болады. Өйткені 5-тен 7 бөлшегін алабында бөлімді 2-ге бөліп жүрсеңдер, сіздерде 10-нан 14 деген бөлшек шығады. Ол бір өз кезегінде 1,10-нан 4-ке тең болады екен. Сондықтан екінші теңдікте сіздерде дұрыс болып табылады. Үшінші теңдік, соңғы теңдіктің дұрыс екеніне көз жеткізсеңіздер болады. Өйткені 10-ды 4-ке бөлеміз деген сөз, біз толықта 2,5-нен береміз, және 4-ке бөлген кезде 2 қалдық қалады. Немесе қысқартатын болсаңдар, сіздерде бұл 2,2-ден 1. Яғни 1 2-нің жарысы, сондықтан 2,5 немесе 2,5 деген теңдігіміз дұрыс болады екен. Келесі, үшінші теңдігіміз 20-дан 21 бөлшегі берілген екен. 20-дан 21 деген ол сіздерде 1,20-дан 1-ге тең болады. Егер де берілген бөлшекті біз ондық бөлшек айналдыратын болсақ, яғни бөлімін 100-ге келтіреміз. Бөлімін 100-ге теңестіру үшін бұл сіздерде 1,100-ден 5-ке тең болады. 100-ден 5, яғни үтірден кейін 2 символ болу керек. Яғни ол сіздерде 1,05, яғни 100-ден 5-ке тең болады екен. Яғни бізде онда берілген теңдіктердің барлығы дұрыс екен, яғни есептің дұрыс жауабы Д нұсқасы болады екен. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі сіздерде АП сандары үшін келесідегі жаңа логикалық амал берілген, яғни АП сандары үшін сіздерде бірінші санды 6 еселеп, оған екінші санның 7 еселенгенін қосады екенбіз. Енді бізде оған жаңа логикалық амал Б мен есептеп, жалпы өрнекке тағы жаңа логикалық амалды қойып, жалпы өрнектің мәнін есептеуіміз керек екен. Онда егер де сіздерде А мен Б болатын болса, қалай есептеу керек түсінікті. Біз 6-ға қосамыз 7-Б-ны. Ал егер де сіздерде екеуі де А болған жағдайда, онда біз оны қалай есептесек болады? Дәл солай. Бірінші санды 6 еселейміз, онда ол 6-ға тең болады. Екінші санды 7 еселейміз, бірақ екінші санымыз А-ға тең болғанда, ол жақтан сіздерде қайтадан 7 деген өрнектің мәні шығады. Екеуін бір-біріне қоссаңдар, сіздерде бірінші жаңа логикалық амалдың мәні 13-ға тең болады. Енді Б-А дегенді анықтап алсақ болады. Ол дәл мына өрнек тек орындарымен ауысқан болады. Яғни ол сіздерде өз кезегінде 6
а емес, енді оның орнында б болады. Қосылған 7а тең болады. Немесе бірінші санды 6 еселеп, оған екінші санның 7 еселенгенін қосамыз. Енді біздің келесі жаңа логикалық амалымыз 13а, яғни 13а бізде өз кезегінде ол бірінші санымыз болады. Ал екінші санымыз бізде сіздерде 6b қосылған 7а тең болады екен. Жаңа логикалық амал бойынша біз бірінші санды 6 еселейміз. 13аны 6 еселесек, 13-ті көбейтеміз 6-ға. 13-аны көбейтеміз 6-ға. Қосамыз, екінші санның 7 еселенген. Онда бізде сіздерде 6b қосылған 7аны көбейтеміз 7. Енді өрнектің мәнін есептеп көрейік. 13-ті 6-ға көбейтсеңіз сіздерде 78 шығады. Келесі теңдікті жақшаны ашатын болсаңыздар, сіздерде 42b қосылған 49а деген, так, 6-ға 7-ні көбейтсек 42b, 7-ге 7-ні көбейтсек 49а. Енді өрнектің мәнін тауып 78-ге 49-ды қосасыздар, сіздерде онда 127а деп шығады. 42-ні өз собеті қалады, қосылған 42b деген жауап шығады. Яғни бұл сіздерде д жауап нұсқасы дұрыс болады екен. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі бізде сіздерде 4-ші тапсырма. Сіздерде 6 саннан тұратын сандар қатары берілген. Санды қатары 6 саннан тұрады дейді. Бірақ бір мүшесін өшіріп тастағаннан кейін сіздер тізбектелестігі болады екен. 1, 4, 10, 46, 94. Яғни бізде берілген тізбектің бір мүшесі жазылмаған еді. Тізбектің өшірілген мүшесі нешеге тең екенін анықтауымыз керек екен. Мынандай бір нәрсені байқасаңыздар болады. 46 мен 94 сандарын салыстырсаңыздар, 94 саны 46 санынан 2 есе артық және 2-ге артық. Және осы нәрсені басқаларға тексеріп көрсек болады. 4 пен 10 сандарын осыны тексеріп көрсек болады. 10 саны 4 саны 2 есе және 2-ге артық болып тұрғанда біздің заңымыз анықталды. Енді қалған сандардың барлығына анықтап шығайық. 1 мен тексеріп шығайық. 1 мен 4 сандары үшін 4 саны 1 санын 2 есе көбейтсе 2 шығады. Оған 2-ні қоссақ 4 шығып тұр. Яғни 4 саны 1 санның 2 есесінен 2-ге артық екен. Онда 10-нан кейінгі сан табу үшін 10-ды 2 еселесек, оған 2-ні қосасыздар. Сол кезде сіздерде 22 деген сан шығады. Яғни біздің өшірілген санымыз осы 22 тең деп анықтасаңыздар болады. Тағы да бір тексеру мақсатында, онда 10 мен 22-нің арасында осы теңдік орындалып тұр. Енді 22 мен 46-ның арасында осы теңдік орындалған екенін анықтай салайық. Ол үшін 22-ні 2-ге көбейтіп, оған 2-ні қоссақ, қайтадан 46 шығады ма деген нәрсе тексересіңіздер болады, және ол орындалып тұр екен. Сонда біздің тізбектегі өшірілген сан ол 10 мен 46-ның ортасындағы сан, яғни ол 22-ге тең болады екен. Есепті шығару үшін біз бірінші мынау 46 мен 94 сандарының арасындағы байланысты болдық. Және оны басқаларға тексеріп көрдік. Басқа сандарға да орындалса, онда жалпы есептің формуласы, осы тізбектің формуласы осы бойынша анықталады деген сөзді білдіріп тұр. Келесі жауап нұсқасы дұрыс екен. Келесі 5-ші тапсырма. Көбейтіннің мәнін 9-ға бөлу үшін аны орнына 7 цифр қоюға болады. Енді сіздер білесіздер тапсырмаларыңызда мұнда 1а8 және де 5аа деген 3 таңбалы сандар екені көрсетіліп тұрды. Енді жалпы санның 9-ға бөлінгіш белгісін есіңізге түсіріп көріңіздер. Сан 9-ға бөлінеді. Егер де біздің ізденімді санымыздың цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінсе. Бірақ сіздерге мұнда сәл бөлек беріліп тұр. 2 санның көбейтіндісін сұрап тұр. 2 санның көбейтіндісі 9-ға бөлінеді деген сөз. Бізде берілген сандардың біреуі міндетті түрде 9-ға бөлінсе, онда көбейтіндің мәні 9-ға бөлінеді деген сөз. Немесе әр сандардың әрқайсысы 3-ке бөлінсе, онда көбейтіндің мәні де 9-ға бөлінеді деген сөзді білдіреді екен. Олай болатын болса, біз бірінші 1а8 саны қандай аның мәнінде 9-ға бөлетінін анықтап алайық. Онда берілген санның цифрларының қосындысы біздестермен 9 қосылған аға тең болады. Енді аның орнына қоюға болатын мүмкін мәндер. Біз аның орнына 0-ді қойсақ болады, немесе аның орнына 9-ды қойсақ болады. Келесі ары қарай жалғастырайық. Бізде сіздерде 5аа деген саны. Берілген санның цифрларының қосындысы 5 қосылған 2а. Енді мүмкін теңестіруге болатын жағдай 5 қосылған 2-ны 9-ға тең деп қарастырасыздар, немесе берілген санды 18-ге тең деп қарастырасыздар. Және де егер де аның мәні 2-ге тең болған жағдайда, онда біздің ізделген санымыз 9-ға бөлінеді екен. Енді үшінші жағдай бар, сандардың әрқайсысы 3-ке бөлінсе деген жағдай. Бірақ бізде берілген 2 санның әрқайсысы бір уақытта 3-ке бөліне алмайды. Өйткені 9 қосылған а 3-ке бөлінеді, егер де а 3-ке бөлінсе.
Ал егер де а тек қана осы жағдайда берілген сан 3-ке бөлінеді. А егер де а 3-ке бөлінсе, онда 5а штамбалы саны 3-ке бөлінбей қалады. Сондықтан біз естерде 3 түрлі мүмкін жауабы бар екен. Ол 2, 0, 9. Сонда есептің жауабы С нұсқасы дұрыс болады екен. Келесі 6-шы тапсырма. Аңсар өзі жалғыз жұмысты 5 сағатта бітіреді. Егер де оның қасына берік келсе, екеуі 3 есе жылдам бітіреді екен. Егер де серік қосылса 4 есе жылдам бітіреді екен. Егер де Данияр қосылса, онда олар жұмысты 5 есе жылдам бітіреді екен. Енді төртеуі бірге істесе, онда жұмыс қанша уақытта бітеді деген сұрақ болып тұр. Онда біз жалпы Аңсардың жұмыс өнімділігін анықтау үшін Аңсар 5 сағатта қандай да бір жұмыс бөлігін бітіреді деп мынандай 4 бұрыштық қойып. Мынау Аңсардың 5 сағатта орындайтын жұмысы. Енді ары қарай, егер де Аңсар мен Берік бірге істесе, енді Аңсар мен Берік бірге істеген кезде олар осы жұмысты 3 есе жылдам орындайды. Яғни 5-ті сіздер 3-ке бөлсеңіздер болады. Бірақ бізге уақыттарының артылу болғаны тиімсіз, сондықтан мен олардың бірге 5 сағатта қанша жұмыс орындайтынын анықтап аламын. Егер де олар 3 есе жылдам бітірсе, онда осы жұмысты бітіруге оларға 5 бөлінген 3 сонша уақыт кетеді, немесе 5 сағатта осындай жұмыстың 3-еуін орындайды деп айтсаңыздар болады. Сонда Аңсар мен Берік орындаса, олар 5 сағатта жұмысты 3 рет қайталап орындай алады екен. Бірақ жалпы біреу мынаны Аңсардың өзі орындағандықтан, онда Аңсарға Берік қосылған кезде Берік 5 сағатта жұмыстың 2 бөлігін орындай алады деп анықтап алсаңыздар болады. Келесінде дәл солай Серік қосылған дейді, яғни Аңсар мен Серік қосылса, олар 4 есе жылдам болады, яғни олар осы жұмыстың 4 рет орындай алады екен. Біреу, 2, 3, 4. Біреуін Аңсардың өзі орындады, онда 5 сағатта Серік бір жұмысты 3 рет орындай алады екен. Енді дәл солай біз келесі Аңсар мен Даниярды есептеп алсақ болады. Енді бағана түсінікті, 3 есе болғанда 2 бөлік артық қалды, 4 есе болғанда 3 бөлік артық қалды. Онда 5 есе болған кезде Данияр 5 сағаттан 5 бөлікті орындай, 4 бөлікті орындай алады екен. Бір бөлікті Аңсардың өзі орындайды, қалған 4 бөлікті онда Данияр орындады десеңіздер болады. Сонда жалпы 5 сағатта Аңсар 1 бөлікті орындайды, Берік 2 бөлік, Серік 3 бөлікті, Данияр 4 бөлікті орындайды. Енді 4-еуі бірге жұмыс істесе, онда 4-еуі бірге дәл осы 5 сағатта 1 бөлік, қосу 2 бөлік, қосу 3 бөлік, қосу 4 бөлік, жалпы жұмысты 10 рет қайталап орындай алады екен. Ал бізде бірігіп жұмыс істейді деген кезде олардың осы 1 бөлікті істеуге кеткен уақытын анықтау керек. Сондықтан сізде 5 сағатты 10-ға бөлсеңіздер болады. 5-ті 10-ға бөлсеңіздер 0,5 шығады. Яғни 0,5 сағат, бұл дегендеріңіз сіздерде 30 минут. Онда есептің жауабы Б жауап нұсқасы дұрыс болады екен. 6-шы тапсырманың жауабы Б болды. Әрі қарай келесі 7-ші тапсырма. Сіздерде 1-ден 19-ға дейінгі сандардың көбейту кестесіндегі 366 көбейтінде берілген. Яғни түсінік болу үшін сіздерде осындай сурет нұсқасы көрсетілген еді. Яғни мына жақта бастапқы 25 көбейтінде мән жазылып тұр. Бірақ сіздерде мына кесте толтырылған деп ойласаңыздар болады. Енді сұрақ ең көп кездесетін санды табыңыздар дейді. Яғни 24, 36, 48, 96 сандардың қайсысы ең көбірек кездеседі. Есепті шығару үшін берілген көбейту кестесін толтыру қажет емес. Бізде тест нұсқасы болғандықтан біз жауап нұсқаларының ішінен біреуін таңдап алсақ болады. Сондықтан біз әрбір санға бөлек-бөлек тоқталып кетейік. 24 саны жалпы неше рет кездесетінін анықтап көрейік. Оны білу үшін біз сіздермен ең алдымен 24 санын қандай сандардың көбейтіндісі түрінде жазсақ болады. Яғни мен қарастырамын. 24 саны бірінші бағанда жоқ, өйткені 1 көбейту 24 деген біздің кестемізге сыймайды. 24 саны екінші бағанда бар, өйткені ол 2 көбейтілген. 24 саны біз сіздермен 2 көбейтілген 12 түрінде жазсақ болады. Келесі 24 саны 3 саны орналасқан бағанда бар, өйткені біз оны 3 көбейтілген 8 түрінде жазсақ болады. 24 саны 4 саны орналасқан қатарды бір рет кездеседі. Өйткені біз сіздермен 4 көбейтілген 6 түрінде жазсақ болады. Әрі қарай 24 саны 5 саны орналасқанда кездеспейді, келесі 6-тан міндетті түрде кездеседі. Неге? Өйткені біз санды 4 көбейту 6 немесе 6 көбейту 4 түрінде былай да былай жаза аласыздар. Сондықтан мына жақта міне сурет кездесті. 6-да, яғни керісінше жазып тұрсаңыздар болады. 2 деген санның қатарында бір рет кездеседі. Міне 2 көбейту 12-де мына қатарда.
3-те кездеседі, 4-те кездеседі, 6-та кездеседі, 12-де кездеседі және 8-де кездеседі. Сонда жалпы барлығы 24 саны 6 рет кездеседі екен. Мұнда 6 деп жазып қояйын. Келесі енді жауап нұсқаларын қалғандарын да осылай тексеріп шығуларыңыз қажет. Енді есептің дұрыс жауабы 36, сондықтан мен 36-ны ең соңына қалдырайын. Келесі басқа жауап нұсқаларын тексеріп шығайық. Так, 6 рет. Келесі тексеретін жауап нұсқа бізде 48 болсын. Жалпы енді 48 саны қай қатарда кездесуі мүмкін? 48 бір сан орналасқан қатарда кездеспейді. Өйткені 48 ол 1 көбейту 48 біздің кестемізде ондай сан жоқ. 2 мүмкін емес, 2 көбейту 24 кестеге сыймайды. Яғни ең бірінші біз 3 көбейтілген 16-тан бастайды екенбіз. Яғни 48 саны 3 саны орналасқан қатарда кездеседі. Және ол міндетті түрде 16-та тоже бір рет кездеседі. Келесі, ол 4-те тоже кездеседі. Өйткені біз 48-ді 4 көбейту 12 түрінде жазсаңыздар болады. Және 12-де міндетті түрде кездеседі. 5-пен жаза алмайсыздар, 6-та тоже міндетті түрде кездеседі. Өйткені оны біз сіздермен 6 көбейту 8 түрінде жаза аламыз. Яғни міне 8-ді 6-ны қарастырдық. Онда және ол 8-де кездеседі. Яғни ол жалпы көріп тұрғандарыңызда тоже 48 саны 6 рет кездеседі екен. Келесі енді 96 санды дәл осылай қарастырсақ болады. Біз сіздермен енді 96-ны бірге бөлсек сыймайтыны түсінікті. Өйткені бізде көбейтіннің әрқайсысы 19-дан кіші болу керек. 2 мүмкін емес, 3 мүмкін емес, 4. 96-ны 4 көбейту 24 деп жазсаңыздар, ол да мүмкін емес. Яғни 96-ны қарастырған кезде бірінші 6-тан бастап қарастырасыздар. 96 санын біз 6-ға бөліп жазсақ, 6 көбейту 16 түрінде жазсаңыздар болады. Яғни ол сіздерде 6-та бір рет кездеседі және де 16-да бір рет кездеседі. Келесі 7-те кездеспейді, 8-де де кездесе алады екен. Өйткені біз 96 санын 8 көбейтілген 12 түрінде жазсақ болады. Сондықтан ол 8-де кездеседі және де 12-де кездеседі. Енді 9, 10, 11 сандардың ешқайсының кездеспейтінін тексеріп анықтайсыздар болады. Өйткені белгіленген 9-ға бөлінбейді, 10-ға осы болмаса да бөлінбейді, 11-ге бөліну үшін 2 цифры бірдей болу керек. Сондықтан 96 саны 4 рет кездеседі екен белгіленген кестеде. Енді соңғы 36 қалды. Енді 36-ны шығарып көрейік. 36 саны қай кезде кездесуі мүмкін? Бір саны орналасқан қатарда кездеспейді, өйткені 1 көбейту 36, 2-де кездеспейді, өйткені ол 2 көбейту 2-де кездеседі екен, сөйтіп тұрады. Яғни 2 көбейту 18-ден бастайсыздар. Ол 2 саны орналасқан қатарда кездеседі, және де сіздерде ол 18 саны орналасқан қатарда кездеседі. Келесі 3 саны орналасқан қатар тоже міндетті түрде кездеседі. Өйткені біз оны 3 көбейту 12 түрінде жазып алсақ болады, және ол міндетті түрде 12 саны орналасқан қатарда кездеседі екен. Дәл солай 4-те де кездеседі. Өйткені біз оны 4 көбейтілген 9 түрінде жазсақ болады. Міне 4, міне 9. Және ең соңғысы біз оны 6 көбейту 6 түрінде жасақ болады. Сондықтан 6 сан орналасқан қатарды тоже міндетті түрде кездеседі екен. Сонда көріп тұрғандарыңызда бізде 36 саны 7 рет кездеседі екен. Онда есептің дұрыс жауабы 36. Ең көп кездесетіні Б жауап нұсқасы мұнда жазылмай қалыпты. Б жауап нұсқасы дұрыс болады екен. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі төмендегінде куб берілген. Кубтың әр үш жағы сіздерге көрініп тұр. Үш жағында жазылған сандар да көрсетіліп тұр. Бір жағында 10, бір жағында 14, бір жағында 15 сан жазылған. Енді айтады, қарама қарсы жақтардағы сандардан көбейтіндісі тең дейді. Яғни мына жақта бір сан жазылған. Оған 15-те көбейтсек, астындағы санға 10-ды көбейтсек, екеуінің қосып көбейтіндісінің мәні тең болады екен. Еще 14-ке де қарама қарсы бір сан жазылған. Осылай сандарды қарама қарсы жақтармен көбейтсеңдер, ылғи да көбейтінің мәні тең болады екен. Енді барлық жақтағы сандардың қосындысының ең кіші мәнін табыңыз дейді. Оны табу үшін біз жалпы көбейтінің мәні нешеге тең болатынын анықтап алайық. Және көбейтінің мәні мүмкіндігінше кіші болу керек. Өйткені көбейтінің мәні кіші болғанда ғана қосындының мәні кіші болады. Ал көбейтінің мәнін анықтау үшін біз 10-ға 14-ке 15-ке де бөлінетін ең кіші санды анықтап алсақ болады. Былайша айтқан кезде біз сіздермен табу керек нәрсе 10, 14, 15 сандарының ең кіші ортақ еселігін анықтауымыз керек. Енді сан 10-ға да 14-ке де 15-ке де бөліну керек екен. 10-ға бөліну үшін ол міндетті түрде 2 мен 5-ке бөліну керек. 14-ке бөліну үшін осы жерде міндетті түрде 2 мен 7-ге бөліну керек. 15-ке бөліну үшін осы жерде міндетті түрде 3 пен 5-ке бөліну керек. Енді бізде онда біздің соңғы санымыз ол 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5 көбейтілген 7-ге тең болады екен. Сонда есептесеңіздер 6, 10, 32 жыл.
Сонда жалпы қарама қарсы сан екі саннан қосылса 210-ға тең болу керек. Енді әрбір санға қарама қарсы санды табайық. 15-ке қарама қарсы санды табу үшін біз 210-ды 15-ке бөліп тастап, сонда үстерде 14 деген сан шығады. Онда 14-ке қарама қарсы орналасқан сан осы жерде міндетті түрде 15 болады екен. Ал енді 10-ға қарама қарсы орналасқан санды табу үшін біз 210-ды 10-ға бөліп тастаймыз да, онда бізде текшенің астында 21 деген сан жазылған болады екен. Енді осы 6 санның қосындысын табуымыз керек. 14-ке қосамыз 15-ті, әрқайсы 2 реттен кездесіп жатыр. Көбейтеміз 2-ке, қосамыз 10-ды, қосамыз 21-ді. Есептеп көрейік. 10-ға 14-ті қосақ 29, 29-ға көбейтсеңіз үстерде 58, 58-ге 10-ды қоссақ 68, 68-ге 21-ді қоссақ бізде шамамен 89 деген жауап шығады екен. Яғни есептің дұрыс жауабы 89. Б дұрыс жауабы дұрыс болады екен. Әрі қарай келесі тапсырма. Асқардың қалтасында 5 теңгелік 15 монета және 20 теңгелік 10 монета бар. Қалтасынан кездейсоқ алынған монетаның ішінен әрқашанда 100 теңге құрастыра алатындай болу үшін кемінде неше монета алу керек. Яғни көп оқушылар кемінде дегеннен кейін 5 монета алды. Сол 5 монетамен 5-еуі 20 теңге болса, 100 теңге құрастыра аламын деп ойлауы мүмкін. Бірақ берілген жауап нұсқасы дұрыс болмайды, өйткені есептің шартында сіздерде әрқашан деген сөз жазылып тұр. Яғни сіз әрқашанда 5 монета алған кезде ол арқылы 100 теңге құрастыра аламын деп айта алмайсыз. Өйткені 5 монетаның 5-еуі де 5 теңгелік болып қалса, сізде бар жоғы 50 теңге құрастырып алады екен. Сондықтан біз ең сәтсіз жағдайды қарастыруымыз керек. Біздің жағдайымыздағы ең сәтсіз жағдай бізде 100-ге жетпейді, яғни ең кіші мына 5 теңгелік монетаның барын алып шықты деп қарастырып көрейік. Онда бізде 5 теңгеліктен 15 монета бар. Бізде әзірше қалтамыздан 15 теңге алған кезде ең көп дегенде 75 қана теңге болады екен. Және осы кезде бізде әлі 100 теңге есептей алмайды екенбіз. Енді 100-ге толықтыру үшін біз ойлаймыз, тағы бір 20 теңге алсам, яғни менде барлығы уже 75 қосылған 20, 95 теңге болады. Бірақ ол кезде біз әлі 100 теңге есептей алмаймыз. Тағы да бір 20 теңге алсам, онда мендегі бар ақша 115 теңге болады. Және осы кезде біз 115 теңгенің ішіне 3-5 теңгелікті алып тастап, 100 теңге есептей алады екенбіз. Сонда бізге сенім түрде айту үшін біз 17 монета алып шығуымыз керек. 17 монетаның ең сәтсіз жағдайында 15-і 5 теңгелік, қалған екеуі 20 теңгелік болуы мүмкін. Басқа жағдайларда, мысалға сізде болуы мүмкін, 5-еуі 20 теңгелік болып кетсе, сізде міндетті 100 теңге табылады деген сөз. Бірақ ең көп сәтсіз жағдай сіздерде 17-ге тең болады екен. Сондықтан кемінде 17 монета алу керек екен. Мысалы 16 монета десеңіздер, 16 монетамен ол әрқашан анықтай алмайды. Өйткені 16-ның 15-і 5 теңге, қалған біреуі 20 теңге болып қалуы мүмкін. Дегенде, ары қарай жалғастырайық. Келесі есептің жауабы нұсқасы. Келесі тапсырма. Мирас әрқайсының қыры 1 сантиметр болатын кішкентай кубтарды жапсырып, қара 25 сантиметр болатын үлкен текше құрастырды. Барлығы 180 кг желім жұмсалды. Желім әр текшенің жанасатын беттерінің әрқайсына жеке-жеке жағылып дейді. Бір кішкентай кубтың бір жақ бетінен неше грамм желім жағылды. Жалпы онда біз сіздермен бірінші анықтап алу керек нәрсеміз кілем жанасқан бетінің ауданын анықтауымыз керек. Яғни оны анықтау үшін біз сіздерге жобамен текше сап қойып, түсінікті болу үшін. Мынаны текшеде білесіңіз тұрыңыздар. Осындай текше берілсін. Жалпы текшені біз сіздермен тігінен қарастырсақ болады, көлденеңнен қарастырсақ болады, немесе тігінен деген. Яғни X, Y, Z осылармен қарастырсақ болады. Мынау яғни былайынан турағандағы әр бетін бөлек-бөлек қарастырсыздар, бірлет. Одан кейін мына жақтан кескендегі әрқайсысын бөлек-бөлек қарастырсақ, келесі осылай кескендегі әрқайсысын бөлек-бөлек қарастыруымыз керек. Бірақ бізде берілген текшенің барлық қыры бірдей болғандықтан тек біз біреуін ғана қарастырып алсақ жеткілікті. Яғни біз бір кескендегі қарастырсақ, арқылы еселеп көбейте салсақ болады. Онда біз 25-25-тің
былайынан кескен кезде осы бір бөлігінде қанша текшенің ауданын жанап өтетінін анықтап алайық. Жалпы бізде текшенің бір жақ бетінде 25 көбейтілген 25. 625 текше бар. Мен бака есептемей қойын, көбейтумен жаза беремін. 25 көбейтілген 25 текше бар. Оның әр қайсысы кесілген жағымен бір реттен жанасады. Яғни берілген жерде мына текшенің әр қайсысы жанасып жатыр. Келесі мына бір бөлікті қарастырсаңыздар. Берілген жерде дәл солай 625 текше бар. Бірақ сол 625 текше әр қайсысы бір реттен жанасып, әр қайсысының бір жақ бет жанасып жатыр. Екі жақ бет жанасып жатыр. Былайша айтқан кезде әр кескен жерде 625 текшеден бар. Және олардың екі жағы беті бар. Яғни мынау бірінші сызылған жерде сол жақтағы 625 текше бар және оң жақта 625 текше бар. Сонда барлығы уже біз 1250 текше жанасып жатырмыз. Бірақ бізде қара 1 сантиметр бірнеше бөлікке бөлу үшін жалпы біз мынау қызыл сызықтан 24 рет кесуіміз керек. Сондықтан бұны сіздер көбейтесіздер 24-ке. Яғни біз тек қана тігінен кесіп шығу үшін, тігінен кесіп шыққан кезде ғана уже осынша бөлікті желімдеп өтеді екенбіз. Бірақ бізде кіле ар жақ бетіне жағылу керек деп тұр. Сондықтан біз сіздер мына бөлікті бөлек қарастырасыздар, мынаны бөлек қарастырасыздар. Яғни осы нәрсені үш еселей салсақ жеткілікті. Сонда біз жалпы осынша сантиметр квадрат бөлікті желімдейді екенбіз. Енді өрнектің мәнін анықтап көрейік, есептеп көрейік. Мына екеуін көбейтсеңіздер 50 шығады. Келесі біз сіздермен 24-ті 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 түрін жазбасақ болады. Мына екеуін көбейтсеңіздер 9 шығады. 25-ті мына бір екеуін көбейтсеңіздер тағы да 50 шығады. 50-ді көбейтсек 100, 50-ді мына екеуін көбейтсек 100, сонда біз сіздермен 100-109 немесе 90.000 сантиметр квадрат аудан шығады екен. Жалпы яғни кіле сіздерде осынша жерге жағылды. Енді жалпы осыған сіздерде 180 килограмм желім кетсе, 1 сантиметрге қанша кететінін анықтау үшін осы 180 килограммды немесе 180 килограммды граммға айналдырсаңыздар, 180 мың граммды 90 мыңға бөлуіміз қажет екен. Орындасаңыздар 2 деген жауап шығады. Сонда бізде сіздерде бір кубтың бір кішкентай жақ бетіне 2 грамм қажет деген жауап дұрыс болады екен. Есептің орысша бөлігіне қарамай қойсаңыздар болады. Келесі сіздерде есептің жауабы нұсқасы. Келесі бізде сіздермен екінші бөлім, бұл жақта енді тест нұсқасы емес, бос орынды толтыру. Яғни біз сіздермен есептің толықтай жауабын жазуымыз керек. Шешімі міндетті емес. Так, бірінші тапсырманың жауабы 3,75 екен, септеп көрейік. Санның жартысының 2-ден бірі, яғни бізде x саны берілген. X санның жартысы деген сөз бізге берілген санды 2-ге бөліп тастаймыз. Немесе 2-ден 1 бөлігі. Осы санның 3-ден 1 бөлігі біздерде 2,5-ке тең болады екен. Енді біздің іздеп тұрған санның ширегі нешеге тең? Бірінші, біздің іздеген санымызды анықтап алайық. Онда x саны біз 2-ге бөлсек, ол сіздерде 2,5 көбейтілген 3, яғни 7,5-ке тең болады екен. Сонда біздің санымыздың жартысы 7,5-ке тең. Ал ширегі деген жартысының жартысы. Сондықтан біз сіздермен 7,5-ті 2-ге бөлсек болады. Яғни ары қарай бұны x есептеп, потом қайтадан 4-ге бөлу қажет емес. Ширегі деген жартысының жартысы. Сондықтан 2-ге бөлсеңдер сіздерде 3,75 деген жауап шығады екен. Келесі тапсырма, Мирас бірден тұрған сан ойлады. Мирас ойлаған санына 8-ді ең алдымен қосты. Одан кейін шыққан санды 9-ға көбейтті. Сол кезде 2 таңбалы полиндром сан шықты дейді. Мирас ойлаған санды табуымыз керек. Яғни бізге мына жақта жазылған санды анықтауымыз керек. Жалпы енді қандай 2 таңбалы сан полиндром сан шығуы мүмкін? Ол жақта сіздерде 11 болуы мүмкін, 22 болуы мүмкін, 33 болуы мүмкін, дәл солай 99-ға дейінгі кез келген сан болуы мүмкін. Бірақ ескеріңіздер, 9-ға көбейткен кезде 2 таңбалы полиндром сан шыққан екен. Онда 9-ға бөлінетін жалғыз полиндром сан осы жерде 99. Сонда ең соңында Мирастың алған нәтижесі 99. Бастапқы санды анықтау үшін 99-ды 9-ға бөлеміз.
11. 11'de 8 алып тастасақ 3. Сонда мирастың ойлаған саны 3-ге тең екен. 3-ге 8 қоссақ 11 шығады. 11-ді 9-ға бөлсек 9-ға бөлетін полиндrom саны 99 деген жауап шығады екен. Басқа бөлшек жауаптар қабылданбайды. Өйткені есептің шартында мирастың ойлаған саны натурал сан деп жазылған. Сондықтан жалғыз 3-тегі ғана жауап қабылданады. Келесі, өрнектің мәнін табыңыз дейді. Белгіленген есепте сіздерде 2, 4, 8, 16, 32, 64 сандарының барлығы 2-дің еселіктерден байқасаңыздар болады. Яғни біріншісі жартысы, екіншісі жартысының жартысы ширегі, келесі ширегінің жартысы деген секілді ары қарай жалғаса береді. Енді өрнектің мәнін есептеу үшін біз белгіленген сандардың барлығын ортақ бөлмеге келтірсек болады, немесе мен мынандай бір тиімді тәсіл қолдансам болады. Яғни біз ойдан 64-тен 1 қосып, кейін одан осы ойдағы 64-тен 1 азайтып тастаймыз. Не үшін? Сонда мына екеуінің қосындысы сіздерде 32-ден 1-ге тең болады екен. Ал мына екеуінің қосындысы сәйкесінше 32-ден 1-дің қосындысы ол 16-дан 1-ге тең болады екен. Сонда ал 16-дан 1-ге 16-дан 1-ді қоссаңыздар 8-ден 1, 8-ден 1-ге 8-ден 1-ді қоссаңыздар 4-ден 1, 4-ден 1-ге 4-ден 1-ді қоссаңыздар 2-ден 1 шығады. Ал 2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қоссаңыздар 1 шығады. Сонда сөйтіп есептеп келсеңіздер, сіздерде ең соңында 1 азайтылған 64-тен 1 деген жауап шығады. Ал бұл өзегінде 64-тен 63-ге тең болады екен. Немесе ортақ бөлмеге келтіріп есептей салсаңыздар болады. Есептің жауабы 64-тен 63. Келесі, шаршы әрқайсысының периметрі 15 см болатын екі тіктөртбұрышқа бөлінген. Міне, мына сіздердің шаршыларыңыз. Берілген шаршының периметрі 15 см. Екі тіктөртбұрышқа бөлінген екен. Енді шаршының периметрін табу керек. 15 деген әрбір тіктөртбұрыштың периметрі. Енді тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін біз мына бір қабырғаны қосып екі еселеуіміз керек. Енді оларды анықтап көрейік. Біздегі тіктөртбұрыштың дәл қақ ортасына бөлгендіктен, мына бірінші қабырғамыз x болса, келесі қабырғамыз одан 2 есе ұзын. Ол 2x-қа тең болады. Өйткені біз бұны x болатында тең 2 бөлікке бөліп дейміз. Онда біздің ізденімді тіктөртбұрышымыздың периметрі ол сіздерді x қосылған 2x көбейтілген 2-ге тең. Яғни өз кезегінде x-пен есептейтін болсақ 6x немесе 15 см. Яғни сіздерде 6x-тің мәні 15 см деп берілген. Енді біз сіздермен анықтауымыз керек. Шаршының периметрін анықтауымыз керек. Ал шаршының периметрі біз бір қабырғасын көбейтеміз 4-ке, яғни 8x. 6x-тің мәні 15-ке тең екен, 8x-тің мәнін анықтауымыз керек екен. Ең алдымен біз 15-ті 6-ға бөліп 1x-тің мәнін тауып аламыз. Кейін 8x-тің мәнін табу үшін оны 8-ге көбейтесіздер. Есептеп көрейік, қысқанда екеуін қысқартсаңыздар болады. Мұнда 3, мұнда 4, мұнда екеуін қысқартсаңыздар болады, мұнда 5, сонда жалпы жауабы 20 деген жауап шығады екен. Сонда біздің шаршымыздың периметрі 20 см. Есептің жауабы жазылмай қалыпты 20 см. Келесі, А бөлігін бояуға 320 грамм қызыл бояу, Б бөлігін бояуға 400 грамм сары бояу жұмсалады. Қалған боялмаған бояуды қай түсті бояумен бояған тиімдірек? Мына бос орын болған местерге жақсы екен. Яғни екі жауаптың біреуі бар. Не қызыл, не сары деп жазып саласыздар. Так, енді біз ең алдымен әрбір бөліктің ауданын анықтап алайық. Бірінші, А бөлігінің ауданын анықтау үшін сіздерде берілген фигураны мынандай бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Яғни мына тіктөртбұрышты бөлек есептеп алсаңыздар болады. Даже мына тіктөртбұрыштарды торкөздермен санап есептеп алсаңыздар болады. Қалғанын әр жарты торкөзді бір торкөзге толықтырып есептеп алсаңыздар болады. Немесе тіктөртбұрыштың жартысын деп анықтап алсаңыздар болады. Мен мынау қызылмен қоршап қойған жерінің ауданы 12, оған мынау қалған бөлікті 4-ті қоссаңыздар, сонда А бөлігінің ауданы 16. Енді бізде өлшем бірлігі жазылмаған, сондықтан квадрат бірлік деп жазып қойсақ болады. Енді дәл солай Б бөлігінің ауданын анықтап көрейік. Дәл солай есептеу үшін біз бірінші мына бір бөліктен былайынан бөліп тастасаңыздар болады. Яғни басындағы барлық торкөздердің санын санап аламыз. Торкөздердің саны 3 көбейтілген 6 қосылған 2. 3 көбейтіп 6 деген мына жерде мен бөліп тұрмын. Мұнда 2, мұнда жаңағы 3 көбейтіп 6 18. Және де ең астындағы үшбұрышта сіздерде 8-дің жартысы, яғни былай толықтырсаңыздар 8-дің жартысы 4 квадрат бірлік болады екен. Есептесек, мәні сіздерде 24 квадрат бірлік болады.
Енді біз қайсысын тиімді екенін санау үшін 1 граммға, ой, 1 метр квадратқа қайсынан қанша грамм кететінін анықтау. Ол үшін 320-ны бөлесіздер 16-ға. Яғни қызыл түсінен әрбір квадрат бірлікке 20 грамм бояу жұмсалады. Енді сары түсін анықтау үшін 400-ді бөлесіздер 24-ке. Немесе 20-ны 24-ке көбейткенде 480 шығады. Яғни егер де сары мен қызылдың расходы бірдей болса, онда сарыдан бізде сарының расходы дәл қызылдікіндей болса, онда 480 бояу кету керек еді, бірақ бізде бар болғанда 400 ғана грамм кетіп тұр. Яғни мынау 20-дан кіші деп есептемей жазсаңыздар болады, есептеу міндетті емес. Болды, онда қай бөлікпен бояған тиімді десе, біз екіншісімен тиімдірек екен, яғни есептің жауабы сары деген жауап нұсқасы дұрыс болады екен. Келесі 6-шы тапсырма. Мирас 1-ден 22 деген сандарды жұптады. Яғни жұптады деген сөз, әр екі санды бір пара құрастырды, бір жұп құрастырды. Енді 10 жұптың қосындысы өзара тең, 11-шісінің мәні 33-ке тең болса, осы екі санды көбейтілсін нешеге тең дейді. Жалпы ең алдымен біз сіздермен осы 1-ден бастап 22-ге дейінгі сандардың қосындысын анықтап алайық. Оны анықтау үшін 1 қосылған 2 қосылған 3 солай жалғаса береді. 21 қосылған 22. Гаусс әдісімен есептейтін болсаңыздар, мына екеуінің қосындысы 23, мына екеуінің қосындысы 23 солай жалғаса береді. Яғни 23 көбейтілген 11 тең болады 253. Сонда біздің тізбектегі негізі барлық санның қосындысы 253-ке тең екен. Енді қараңыздар, міне бізде сіздермен 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, сөйтеді 11-ші, 11 жұп бар. Мына 11-шісіндегі 2 санның қосындысы 33-ке тең. Ал қалғанның барлығы өзара тең дейді. Онда 10 анықтау үшін біз 253-тен 33-ті алып тастаймыз. 220. Және 220-ны бөліп тастаймыз 10-ға. Сонда 22 шығады. Сонда мына жақта әрбір жұптың қосындысының мәні 22-ке тең болады екен. Енді осындай жұптарды құрастыруымыз керек. 10 жұптың қосындысы 22-ке тең болатындай. Ол сіздерде 1-ші жұптағы сандар 1 мен 21 саны, 2-шісіндегі сандар 2 мен 20 саны, 3-шісіндегілер 3 пен 19 саны, солай жалғаса береді. 10-шы жұптағы 2 сан 10 мен 12 саны. Міне, осындай 10 жұп құрастырдық. Қалып қойған сан сіздерде ол 11 саны, және қалып қойған сан 11 және де 22 сандары екен. 11 жұптағы 2 сан. Енді бізге осы 2 санның көбейтісін есептеу керек. 22-ні 11-ге көбейтсеңіздер, мұнда 2, мұнда 2, ортасында қосындысы, яғни 242 деген жауап дұрыс болады екен. Есептің жауабы 242. 11 және 33 деп жазып кетсеңіздер, жауаптарыңыз, 11 және 22 деп жазып кетсеңіздер, жауаптарыңыз қабылданбайды. Өйткені сіздер нақты көбейтісін табу керек деп сұрап тұр. Келесі 7-ші тапсырма. Мирасқа қызыл жаса сары түсті бояулар берілді. Мирасқа осындай дәріс берілген екен. Яғни ол бізде шеңберді нысандарды ажыратып бояу керек. Көршілес шеңберлердің түстері әртүрлі түспен боялатындай дәрісті нешелесіне бояп шығуға болады. Енді мен 3 бөлікке бөліп тұрып, 1-ші деп боя салайын, мынаны 2 деп қойайын, мынаны 3 деп қойайын. 1-ші бөлікті біз қандай түстермен бояй аламыз деп жазып алайық. 1-шісінен ешқандай шектеу жоқ. Біз оны қызылмен боясақ та болады, жасылмен боясақ та болады, сарымен боясақ та болады. Енді әр қайсыда қанша тармақ шығатынын анықтап алайық. Яғни екіншісі қанша түсті түрмен бояй аламыз. Егер де 1-шісін қызылмен боясақ, екіншісі не жасылмен, не сарымен боясыр. Мұнда дәл солай, не қызылмен, не сарымен. Мұнда дәл солай, не қызылмен, не жасылмен. Яғни әр қайсыдан 2 тармақтар шығады. Келесі 3-ші бөлік. Енді 3-ші бөлікті мысалға 1-ші бөлік қызыл, 2-ші бөлік жасыл болса, 3-ші бөлікті қалай бояй аламыз? Олай болатын болса, жасылдан кейін бізде міндетті түрде сары болады. Үшеуінің үш түрлі болса, және есепте мән беріңіздер, көршілес шеңберлер әртүрлі түспен дейді. Яғни қайтап сіздерде қызылмен боясаңыздар болады. Яғни қызыл, жасыл, қызыл деген кезде бізде барлық көрші шеңберлер әртүрлі түспен боялып тұр. Және біз мирастың негізгі мақсаты ол шеңберлерді ажырату керек. Ол екі шеңбердің ортасында жасылы бар да, және ол шеңберді ажырата алады. Сонда көріп тұрғандарыңызды енді әр қайсынан солай өзінен басқа екі түс
мысалы сарыдан кейін не қайтадан қызыл болады, не жасыл болады деген секілді. Сонда біз сіздермен біріншісінде үш түрлі түспен боялады, екіншісінде біріншісінен басқа екі түспен боялады, үшіншісінде дәл солай қайтадан екі түспен боялады. Есептейтін болсақ, 4-4-ге өтеміз 3-ге, жалпы 12 түспен бояй алады екен. Яғни 12 түрлі тәсілмен бояй алады екен. Есептің жауабы 12. Келесі 8-ші тапсырма. Төмендегі суреттен неше үшбұрыш бар дейді. Суретті әлкүйті олайық. Жалпы үшбұрыштардың мына есепті түрлері әртүрлі. Сіздерде үш түрлі үшбұрыш кездеседі. Біріншіден қарапайым, мына ең кішкентай үшбұрыш. Не осының төңкерген түрі. Былайша айтқан кезде бір ғана үшбұрыштан тұратын үшбұрыштар. Екінші үшбұрыштың түрі бар. Ол төрт үшбұрыштан тұратын үшбұрыш. Не осындай үшбұрыш, не оның төңкерілген түрі. Және үшіншісі, сіздерде ол үш үшбұрыштан тұратындар. Енді мен суретін салмай ақ қойып, былай көрсетіледі. Мынандай үшбұрыштар. Сонда бір жауаптан санап тұрсаң, ең үлкендері біреу, екеу, міне сіздерде үшеу, және мында оның бір төңкерілген түрі бар, төртеу. Былайша айтқан кезде ең үлкенінен төрт түрлі үшбұрыш бар екен. Сонда біріншісі, екіншісі, үшінші түрімен төртеу. Енді мынау бірінші түрмен екінші түрде қанша бар екенін анықтап алайық. Енді бірінші түрі өте оңай, қарапайым есептеу, санау. Өздеріңізге қалай солай санай берсеңіздер болады. Маған былай ыңғайлы болып тұр. Ең астында бесеу, мына жақта біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, үстінде төртеу, мында 9, мына екеуінде, мына жерде 6, 7, 8, 9. Келесі мына бір барған сана былай, онда біреу, екеу, үшеу, төртеу, үстінде үшеу, яғни жетеу, и мында үшеу. Сонда 3, 7, 9, 5, 19, 24. Берілген түрде сіздерде 24 үшбұрыш бар екен. Әзірше бізде 24-ті санадық, үшеуін санадық. Дұрыс қоя, 10 қосылған 14, 24, ана жақта 8. Енді бізде сіздермен екінші түрдегі үшбұрыштар бар екен. Яғни не тігінен тұрған, не төңкерілген. Енді бұлардың шатаспау үшін әрқайсысын бөлек-бөлек санап алайық. Енді нақтырақ ыңғайлы санау үшін бізге мына төбелерін белгілеп кетсек болды. Сонымен арға елестетіп болсын. Яғни төбесі мына берілген үшбұрыш болса, бір үшбұрыш бар. Яғни ол мына үшбұрыштарға айтып тұрғанбыз. Төбесі мына үшбұрыш болса, тағы біреу бар. Мына үшбұрыш болса, тағы біреу бар. Төбесі мынау 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 болса, тағы біреу бар. Сонда әзірше мен көріп тұрғандарыңызда мен 7 үшбұрышты белгілеп қойдым. Мен тек қана төбесі жоғары қарап тұрған белгіледім. Әзірше бізде сіздермен мұндай 7 үшбұрыш бар. Енді бұны өшіріп тастаймыз. Енді дәл осы үшбұрыштың төңкерілген түрі қанша бар екенін анықтайық. Ол үшін мен енді мына бір төбелерін белгілеп кете беремін. Так, біреу, екеу, үшеу, так, төртеу, бесеу. Мына төбемен құрастыра алмайсыздар. Қалған төбені ешқайсымен құрастыра алмайсыздар. Сонда мына жақта сіздерде 5 түрлі төбе құрастыра алсаңыздар болады екен. Сонда мұнда жалпы сіздерде 12 түрлі үшбұрыш құрастыра аласыздар. Енді барлығының қосындысын тапсаңыздар, сіздерде сонда 40 үшбұрыш шығады екен. Берілген сеттің жауабы сонда 40 болады екен. Келесі 9-шы тапсырма. Төмендегі суретте әр кіші параллелепипедтің ұзындығы 3, ені 3, биіктігі 2 сантиметр дейді. Яғни сіздерге ақ көрінушілік кетіп қойдым. Енді осындай параллелепипедтерді біріншісіне бірін қалай бересіздер? Дәл осылай түрде. Енді куб шығу үшін әлі неше кіші параллелепипедпен толықтыруымыз керек екенін анықтауымыз керек. Берілген есепте бізде бірінші жалпы өзіміздің суреттегі фигураның ұзындығы нені қанша екенін анықтап алайық. Әрқайсының ұзындығы 3-ке тең болса, онда бізде әзірше оның ұзындығы 12-ке тең. Енінің әрқайсы дәл солай 3-ке тең болса, онда ол жақта сіздерде ол 6-ға тең болып тұр. Енді биіктігін анықтап көрейік. Биіктігі бойынша бізде екі қатар бар, әрқайсының ұзындығы 2-ке тең, бірақ ескеріңіздер, онда әзірше бізде оның биіктігі 4-ке тең болады. Ал бізде
Енді жалпы куб шығу үшін оның бүкіл қырлары тең болу керек. Ал бізде кубтың қыры міндетті түрде 2-ке және 3-ке бөліну керек. 2-ке де 3-ке де бөлінетін сан осы жерде 12 сан. Сондықтан біз оның ұзындығын 12-ке толықтыруымыз керек мына бір жағын. Сондықтан әлі біз оқы 2 қатар қоюымыз керек. Сонда мына ұзындығы бойынша 4 қатар, ені бойынша дәл солай 4 қатар. Ал биіктігі бойынша уже әрқайсының ұзындығы 2 сантиметр болғандықтан бізде 12-ні 2-ке бөлсеңіздер, бізде уже ол жақта 6 қатар болады екен. 4, 4, 6 сандарына көбейтілсе сіздерде 96 шығады. Яғни бізде куб құрастыру үшін төмендегі суреттегідей 96 кіші параллелепипед керек. Бірақ бізде 5-еу уже бар, сондықтан біз 96-тан азайтып тастаймыз 5-ті, сонда 91 деген жауап шығады. Есептің жауабы, ой, 6 бар ма, кешіріңіздер, астында біреу бар. 6-ны азайтып тастайсыздар, сонда сіздерде 90 деген жауап шығады екен. Берілген суретте 6 текшеу жүйесінде бар. Жауабы 90. Келесі 10-шы тапсырма. Мирас велосипедпен жүгіргенге қарағанда 3 жылдан қозғалады. Олар жүгіру велосипедпен тұратын 2 кезеңді жарысқа қатысты. Жалпы ұзындығы 108 км, жалпы уақыты 4 сағат. Мирас 1 километрді 5 минутта жүгіретін болса, ол мәнеге велосипедпен қанша минут жүреді. Яғни қайсысынан қанша жүргенін анықтауымыз керек былайша айтқан кезде. Бізде 1 километрге 5 минут уақыт жұмсаса, онда 1 сағатта жүретін жолын табу үшін біз 60 минутты бөліп тастаймыз 5-ке, сонда 12 деген жауап шығады. Ол деген сөз Мирас 12 километр 1 сағатта істейді екен, жүгіреді екен. Мирастың жүгіргендегі жылдамдығы 12 км сағатына. Енді велосипедпен онда керісінше 3 жылдамырақ, сондықтан біз 12-ні көбейтеміз 3-ке, сонда бізде 36 км сағатына болады екен. Енді жалпы Мирас 4 сағатта 108 км қозғалған екен. Енді әрқайсымен қанша жүрген анықтауымыз керек екен. Егер де енді бізде 4 сағат бойы жүгірген болса, жорамалдау әдісімен шығарсаңыздар болады. 4 сағат бойы жүгірген болатын болса, онда осы жерде 48 км жүгіруші еді. Бірақ ол 4 сағат бойы жүгірген жоқ. Кейбір арақашықтықта жүгірудің велосипед жүріп отырды, сәйкесінше 24 км-ге артық жүріп отыр сағатта. Сондықтан біз 108-ден азайтып 48-ді бөлеміз 24-ке. 2 санның айырмасы 80, 80-ді 24-ке бөлсеңіздер 2,2-ден 1 шығып қателеспесем. 2 санның айырмасы 60, 60-ты бөлеміз 24-ке. 2,2-ден 1 сағат. Ол сіздерде оның велосипедпен жүрген арақашықтығы. Енді велосипедпен қанша минут жол жүрді дейді, осы 2,2-ден 1 сағатты минутқа айналдырасыздар, бұл сіздерде 150 минутқа тең болады екен. Егер сіздер жауапты былай қалдырып кетсеңдер, жауап дұрыс болмайды, өйткені сіздерде минутпен сұрап тұр екен, яғни тек 150 немесе 150 минут деген жауаптарыңыз қабылданады. Сонымен екінші бөлімді аяқталды. Бұл бөлімде сіздерде жауап жазған үшін 4 ұпайды белгіленеді. Енді келесі үшінші бөлім, бұл есептеу дәлелдеу бөлімі. Бұл жақта сіз толықтай есептің шығару жолын жазуыңыз керек. Мысалға, мына бір есепте сіз тек қана есептің жауабын жазып кетсеңіз, сіз 10 ұпайдың бір үшеуін, екеуін, біреуін алуыңыз мүмкін, яғни толық ұпайды еншілей алмайсыз. Сондықтан біз толықтай есептің шығару жолын қарастырып шығайық. Мирас 1 және 0 цифрлардан тұратын ТК деген саннан кіші неше натурал сан бар. Тек 1-0 цифрдан тұратын мына санды оқитын болсақ, мұнда үшеу, миллион 10 мың санынан кіші неше натурал сан бар. Есепті шығару үшін біздің санымыз неше таңбалы болуы мүмкін деген сұрақтан бастап көрейік. Біздің санымыз 7 таңбалы сан, ал 7 таңбалы саннан кіші сандар ол кез келген 7 таңбалы саннан, кез келген 6 таңбалы сан 7 таңбалы саннан кіші, немесе 7 таңбалының кейбіреулері де болуы мүмкін, немесе 5 таңбалы сан болуы мүмкін, 4 таңбалы, 3 таңбалы, 2 таңбалы, 1 таңбалы сандар болуы мүмкін. Енді 1 таңбалы қандай сан екенін анықтап көрейік. 1 таңбалы ол сіздерде 1 санның өзі. 2 таңбалы қандай сандар? Ол 11. Сонда 2 таңбалы сіздерде 2 сан бар екен. 3 таңбалы қандай сан? 2 таңбалы сандар. 3 таңбалы сіздерде
Енді дәл осы екеуінің алдына бірді тіркей саласыздар. 110 және 111 екі сан, және де ондығында 0 болуы мүмкін. Мұнда біз ондықта 0 дегенді қарастырмағанбыз, бірақ уже үштамал болған кезде оның ондығында 0 болады. Сондықтан осы нәрсе екі еселенеді былайша айтқан кезде. Ол яғни 101, ол сіздерде 100. Сонда 3 таңбалы 4 сан бар екен. Енді 4 таңбалы дәл солай. Мына 4 санның алдына бірді тіркесеңіздер болады. Және де оның алдына бірді, міне 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1. Және мынау жүзіктегі бірді нөлге айырбастап шықсаңыздар болады. Сонда былайша айтқан кезде жақсы жерде 4 көбейтілген 2 8 сан бар екен. 5 таңбалы сіздерде 16 сан бар. 6 таңбалы сіздерде келесі тағы 2 артық 32 сан бар. Ал 7 таңбалы сандарды біз санауымыз керек. Так, 7 таңбалы сандардың кішілерін анықтау үшін мен біздің іздеген сан жазып алайын. 101, потом 4 0 бар, иә? 1 2 3 4 5 6 7 дұрыс. Енді біздің санымыз бұдан кіші сандардың барлығы міндетті түрде миллиондар класы мен 100 мыңдықтар класында 0 болу керек. Ал мына жағында кез келген 5 таңбалы сан бола берсе болады. Яғни бұның барлығы бізде мына саннан кіші. Ал 5 таңбалы сандардың саны сіздерде қанша? 16. Яғни мына қатардағы кез келген 16 санның барлығын мына жерге қоясаңыздар, алдыңғы разряд 0 болғандықтан, яғни 10-дықтар разряды 0 болғандықтан, ол санның барлығы белгілі саннан кіші болады. Сонда 7 таңбалы сіздерде 16 сан бар екен. Енді жалпы неше сан бар екен табу үшін біз сіздермен, кешіріңіздер, мына сандардың қосылысын қосып табуымыз керек. Яғни 16 қосу 32, қосу 16, қосу 8, қосу 4, қосу 2, қосу 1. Бағанағы бір есеп болған, сол секілді шығарып, бірді қосып, бірді азайтып тастаймын. Екеуін қоссақ 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64-ке 16-ны қоссаңыздар 80, оған мына жақтағы бірді алып тастаңыздар, сонда сіздерде 79 деген жауап шығады екен. Яғни біздің есептің жауабы 79. Яғни сіздер егер тек қана 79 жазып кетіп, егер есепті толық шығарып қайсына қайсыдан бар екен жазбасаңыздар толық ұқпай аламайсыздар. Тек мына 7 таңбалы санды қарастырып 16 сан деп жазып кетсеңіздер де дәл солай толық ұқпай ала алмайсыздар. Ары қарай жалғастырайық. Келесі екінші тапсырма. Фигуралар белгіленген бір заңдылықпен қайталанып, барлығы 120 фигура салынды. Кейін бірде фигураға бірде, әртүрлі фигураға әртүрлі натура сан жазылды. Қатар тұрған кез келген екі фигурадағы сандардың қосындысы 125-ден аспайды. Барлық жазылған сандардың қосындысы 7272 тек. Шеңберге қандай сан жазылған табыңыз. Есепті шығару үшін біз ең бірінен фигураның қандай заңдылықпен қайталанатынын тауып алайық. Фигура сіздерде әрбір 5 фигура сайын қайталанып жатыр. Яғни тізбекте периодтылығы 5-ке тең. Келесі, онда тізбекте неше шаршы, неше шеңбер бар екен тауып алайық. Оны табу үшін 121-ді 5-ке бөлеміз. 24 бүтін қалдығы 1. Бізде мына тізбегіміз 24 рет қайталанады, және бір қалдық қалып қояды. 24 рет қайталанса, онда бізде әрқайсысына 2 тіктөртбұрыш, 24 тіктөртбұрыш болады. И соңында тағы бір тіктөртбұрыш, сонда бізде сермен 49 тіктөртбұрыш болады. Ал шеңбер 24-тің әрқайсы 3 реттен 3 бол, басқа шеңбер жоқ. Сонда бізде барлығы 72 шеңбер болады екен. Сонда біз 49 рет шеңберді қосамыз, оған 72 рет 49 рет 4 бұрышты қосамыз, оған 72 рет шеңберді қосамыз, онда сіздерде 72 ме, 7272 деген жауап шығуы керек. Енді мына бір нәрсеге мән берсеңіздер болады. Мұнда мына 72 шеңбер санның мәні 72-ке бөлінеді. Мына өрнектің мәні де дәл солай 72-ке бөлінеді. Олай болатын болса, бірінші көбейтінің мәні де 72-ке бөліну керек. Ол сіздерде екі түрлі жағдайда ғана бөлінеді. Бірінші жағдай. Егер де тіктөртбұрыштың мәні 0-ге тең болса, екінші жағдай. Егер де тіктөртбұрыштың мәні 72-ның өзіне тең болса, үшінші жағдай. Егер де тіктөртбұрыштың мәні
144 кетеміз. Және дәл сол жалғаса береді. Бірақ біз 3-тен бастап әрі қарай қарастырмай ақ қойсақ болады. Өйткені екі фигурадағы сандардан қосылса 125-ден аспайды деп тұр. Яғни тікбұрыштың мәні 125-ден көп болмау керек. Енді келесі 0 мен 72 қалады. Әрі есепте натурал сан деп тұр. Сондықтан сіз 0 натурал санға жатпайды, сондықтан оны да қарастырмайсыздар. Онда жауабы тікбұрыштың мәні 72-ге тең болады екен. Онда мынау біздегі тікбұрыштың мәні 72-ге тең болса, сонда сіздерде 49 көбейтілген 72 қосылған 72 көбейтілген x, мына x-ті бағыстайық. Сонда ол сіздерде 7277-ге тең болады. Өрнектің барын 72-ге бөліп тастасақ, 49 қосылған x тең болады 101-ге. Енді x-тің мәнін тауып алайық. X-тің мәнін табу үшін 101-ден азайтастар 49. Есептесек, 52 деген жауап шығады екен. Яғни шеңберге жазылған сан 52-ге тең болады екен. Осымен құрметті оқушылар, біздің олимпиада талдауымыз аяқталды. Талдауына деген ойдамын. Комментарияға өз ойларыңызды жазып кеттіңіздер. Қайша балл алғандарыңызды жазып кетсеңіздер де болады. Осындай олимпиадалар да білімдеріңіз шыңдап, одан жетістікке жете беріңіздер. Қош, сау болыңыз.